Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі айтылатын тақырып аскорбин қышқылы, аскорбин кислота, яғни С витамині жайлы. Бұл витамин суда еритін, яғни водорастворимый витамин. Организмде синтезделмейді, тек сыртқы тағамдардан қабылдаймыз. Тәуліктік қажеттілігі жас нәрестелерге 30-35 мг, 1 және 10 жастағы балаларға 35-50 мг, үлкен адамдарға 50-100 мг аралығында. Нәрестелерге де қажет бұл витамин, себебі ана сүтінде бұл аз кездеседі, өте аз. Егерде анасы қыз көктем айларында дүниеге келсе бала, онда тем более аз болады. Сондықтан нәрестелерге де қажет бұл витамин. Және де егер баланың қолдан сүт емсе, сүт қолданса, егер жасанды сүт, ол сүтті жылытады ғой. Сол кезде, яғни температура әсерінен ондағы витамин С ыдырап кетеді екен. Сондықтан осыны ескере кеткен жөн. Бұл аскорбин қышқылы көптеген қызметтері бар. Соның ішінде негізгілерін атап өтсек, ол анемия кезінде қолданамыз. Себебі бұл механизмі жіңішке ішекте темірдің сіңірілуін жақсартады. Тағам арқылы біз темірдің 3 валенттілігін қабылдаймыз. Ол бірақ ішекте 3 валенттілік сіңбейді. Оны 2 валенттілікке айналдыру керек. Осы кезде витамин С көмектеседі екен. Яғни темірдің сіңірілуіне көмектесу арқылы анемияны алдын алуға болады. Тағы да бір қызметі, біз білеміз, витамин С ол иммунитетті көтереді дейміз, бірақ қалай? Ол адам организміндегі лейкоциттердің, яғни соның ішінде нейтрофилдер деген бар, соның продукциясын, яғни күшейтеді, және нейтрофилдердің миграциясын жақсартады. Иммунитет деп отырамын, сонда осы нейтрофилдер жайлы. Және де ол антиденелердің, антитела, интерферон қызметтерін жақсартады, фагоцитоз қызметін жақсартады екен. Келесі қызметі антиатерогенді қызметі, ол тығыздығы төмен және өте төмен липопротеидтердің мөлшерін төмендетіп, ол өз алдына көптеген аурулардың профилактикасы болып табылады. Мұнан мұқият қарап алыңыздар, негізгі көздері, яғни қайда кездеседі? Апельсинде өте көп, лимон, малина. Сондықтан лимонмен чай, малинамен чай, простуда болған кезде көп адамдар ішіп жатады. Бүлдіргенде болады, тәтті бұрышта болады, укропта көп болады. Смородина, шиповникте көп болады, және де итмұрын, шиповник. С витамин жетіспесе, біз қайдан білеміз? Негізі қалай, неден пайда болуы мүмкін гиповитамин, яғни С витамин аз бөлігі? Егер әрине тағамда көп қолданбасақ, овощи, фруктыларды. Екіншіден, біз тағамды ұзақ сақтасақ, холодильникте. Үшіншіден, сол тағамды ыстық температурада обработка жасаса, онда С витамин жоғалып кетеді екен. Мұнан мұқият есте сақтап алыңыздар, гиповитаминозның клиникасы. Егер сізде қызыл егіңіз ісініп қанайтын болса, тазалаған кезде, гиповитаминозның белгісі. Денеде әртүрлі гематомалар пайда болса, және де жараланған жер ұзақ мерзімде жазылмай қойса, гиповитамин С. Алдың тақырыпта білесіздер, К витаминді жетіспесе, гематомалар пайда болады дедім. Оның бірақ механизм бөлек, ол жаңағы ұю факторларының бұзылысы нәтижесінде. Мұнда бұл бөлек. Үшіншісі, егер денеңіз құрғап кетсе, бозарып тұрса, дене құрғауы, яғни коллаген жетіспеушілігі, бледность деген уже анемия, соған байланысты болады. Шаштарыңыз түсе бастаса, ал тырнақ сынғышып қояды. Тоже витамин С жетіспеушілігі нәтижесінде. Анемия кездеседі, жаңа айттым. Буындарда ауырсыну пайда болса,
ешқандай себепсіз травма болмайды, бірақ таңертең тұрғанда буындарыңыз ауырып тұрады. Инфекциялық аурулармен жиі ауырып кетсеңіз, яғни сізде иммунитет әлсіреген, қарсы тұра алмайды, сондықтан ауыра бересіз жиі. Артық салмақ қоссаңыз, жәнегі тістен қан аққан сияқты танаудан қан ақса, ол осы витамин С-ның негізгі жетіспеу белгілері болып табылады. Құрметті көрермендер, осымен қысқаша слайдымыз аяқталады. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.